Сәлеметсіздер ме? Пішіні геометриялық денелерге жақын заттардан құрастырылған емтихандық қойылым натюрмортты жұмысын жалғастырып бастаймыз. Натюрморттың келесі кезеңі бұл өңдік шешімін анық айқындау. Бүгінгі сабақта сіздермен өңдік шешіммен жұмыс жасаймыз. Пішіні геометриялық денелерге жақын заттардан құралған натюрморттың кезеңдік жұмыстарын жалғастыруды бастаймыз. Бұл емтихандық қойылым. Бүгінгі сабақта заттардың өңдерін рингдік қатынастарын айқындаймыз. Натюрмортты қарай отырып, қара, ақ, орташа өңді заттардың рингдік қатынастарын айқындаймыз. Бұл әрбір заттың өзінің жарыққа қатынасты рингдері. Яғни құмыраның, шынаяқтың, пияздың өзінің рингдік қатынастары бар. Бұл бізде заттың денесінің сәйкестігін, яғни бұл қандай зат екенін білдіре отырып. Мысалға, шынаяқ металл, құмыра қыш. Бұл табиғи зат. Сондықтан бұның бетіндегі реңдер әртүрлі болып келеді. Құмыраға қарасақ, ернеуінде ең жарықтың түсу тәуелдігіне байланысты ең жылтырап тұрған реңді көруге болады. Бұл бізде жылтырап тұрған мына ернеуіндегі ақ жылтыр жерді анықтауға блик. Және құмыраның жарық бөлігі, бұл алдыңғы бөлігінде, құмыраның меншікті көлеңкесі және құмыра затымыздың түспе көлеңкесі. Дәл сондай-ақ шынаяқта да жылт ернеуінде көрінеді. Шынаяқтың жарық бөлігі, негізгі жарық бөлігі және меншікті көлеңкесі, сонымен қатар түспе көлеңкесі. Дәл сондай пияздың да жарық бөлігі, табиғи зат болғандықтан пиязда жылт кездеспейді. Меншікті көлеңке және түспе көлеңкені көрсетеміз. Сондай-ақ натюрморттың жазықтықтың бөлінген жерлерін айқындаймыз. Әрі қарата өңді беруді жалғастырамыз. Штрихтауды жалғастыра отырып, заттың материалдарын көрсету үшін өзінің арнайы белгілерінен құмыраның табан жақтарына көлбеу штрихтарды қосамыз. Меншікті көлеңкесінде айқындаймыз. Сонымен қатар ернеуінде көрсетеміз. Және артқы өңдегі матаны құмырадан бөлеміз. Алдыңғы қатарда да көлденең жазық пен тік жазықтықтың бөлінген жерлерін штрихпенен көрсетіп растаймыз. Бүгінгі сабақта заттардың негізгі штрихтарын, рингдік қатынастарын көрсеттік. Жарық, жартылай жарық, меншікті көлеңке, түспе көлеңке деген және рефлекс белгілерін көрсеттік. Қабырғаларды бөлдік. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.